Бала сөйлемей ме, онда ең алдымен осыны үйретіңіз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Көп ата-ана бірден баласынан сөз күтеді. Неге айтпайды, неге сөйлемей жүр деп уайымдайды, бірақ шындық сөйле бірден пайда болмайды. Ол алдымен жестерден басталады. Яғни бала алдымен көрсетеді, сосын сұрайды, сосын ғана ол сөйлей бастайды. Сондықтан да ең бірінші 3 жесті балаға үйрету керек. Бірінші, мә деп алақаныңызды ашып, балаға қарай созасыз. Мысалы, ойыншықты бересіз де мә деп айтасыз. Бала біртіндеп түсіне бастайды. Бірдеңе беру деген мағынаны түсіне бастайды. Екінші, бер деп алақаныңызды ашып өзіңізге шақырасыз. Бер деп нақты айтыңыз. Бала басында тек қана сізге қарайды, кейін қолмен өзі қайталай бастайды. Бұл сұраудың алғашқы қадамы. Үшінші, анау деп көрсету. Саусағыңызбен затты көрсетіңіз. Анау деп айтыңыз. Мысалы, допты көрсетесіз, немесе тамағын көрсетесіз, бала осылай үйренеді. Бірінші, назар аударады, екінші, көрсетеді. Ең маңызды осы 3 жесті күнде сіз қайталап отыруыңыз керек. Оларды эмоциямен көрсету керек. Баланы күту керек, баланы асықтырмаңыз. Бұл 3 жест сөйлеудің фундаменті. Егер осы жоқ болса, балада сөз кеш шығатын болады. Комментарийге балаңыз осы жестерді қолдана ма, жаз, лайк басып тіркеліп алыңыз, өзіңіз сияқты аналарға осы видеоны жіберіңіз. Келесі видеода тағы маңызды осындай жестерді көрсетемін.